Күмәнсіз футбол әлемдегі ең әйгілі номер бірінші спорт түрлерінен бірі болып табылады. Футбол миллиондаған жанкүйерлері үшін тартысқа толы ойындарымен, әдемі соғылған голдармен қызықтырақ. Бұны біз футболдың бірінші тосы деп алайық. Алайда көбісі аса мән бере бермейтін футболдың екінші жаман тосы да бар. Ол әрине ауыр жарақаттар. Бұл спорт түрінде жарақаттың болмауына ешкім ешқандай да кепілдік бере алмайды. Ешкім ойламаған жерден кез келген ойыншы сүрініп құлап, қарсылас ойыншысымен қақтығысып, немесе басқа да түрлі сәтсіздікке ұшырап, ауыр жарақат алып жатады. Және әрине жарақат салдарынан ұзақ уақыт, бірнеше айлар, тіпті қаншама жылдар бойы емделуге тура келеді. Ал кейде өкінішке орай кей ойыншылар жарақаттың салдарынан мансабын аяқтауға мәжбүр болатын кездерде болады. Сонымен нағыз футбол арнасы бүгінгі шығарылымда әлемге әйгілі футболшылар алған ауыр жарақаттар топтамасын назарларыңызға ұсынбақ. Бастамас бұрын қазақ тіліндегі футбол жайындағы арнамызды қолдап тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басып оларыңызды сұраймын. Олай болса, бастайық. Ибрагимович. Бұл әйгілі футболшы өзінің сонау 41 жасына толғанына дейін профессионалды деңгейде өнер көрсетті. Осыншалық уақыт аралығында Златанның басына не өтпеді десеңіздерші. Соның арасында Ибрагимович талай жарақаттарды бастан өткізген. Соның ең ауырын еске салып өтсек, 2017 жылы Еуропа лигасының 4-1 финалдық кезеңінде Манчестер Юнайтед өз алаңда Андерлехтпен жолықты. Швециялық шабуылшы ойынның соңғы минуттарында әуедегі допқа талас сәтінде аяғын сәтсіз қойып қалып, тізесінен ауыр жарақат алды. Медициналық тексерістер нәтижесінде 35 жаста болған Златанның оң жақ тізесінің крест тәрізді байламының үзілуі анықталған болатын. Осыдан соң әрине жасы біразға келіп қалған ойыншы мансабын аяқтауы мүмкін делінген ақпараттар қызу таралды. Алайда оңайшылықпен беріле қоймайтын Ибрагимович қиын емделуден соң араға 7 ай уақытты салып футбол алаңына қайтып оралды. Салах. 2018 жылы Чемпиондар лигасының финалында Реал мен Ливерпуль командалары кездесіп, матчтың 26 минутында барлық футбол жанкүйерлерін даулы жанжалды күйге ұшыратқан эпизод орын алды. Допқа талас сәтінде Серхио Рамос Мохамед Салахпен қақтығысып, нәтижесінде жерге оңбай құлап, иығынан ауыр жараланған египеттік жұлдызды футболшы матчты әрі қарай жалғастыра алмайтын болды. Салах жарақат алмай тұрып, ойын 0-0 есебімен тең дәрежеде өтіп жатқан болатын. Салах алаңнан кеткеннен соң Ливерпульдің шабуылы әлсіреп, нәтижесінде Реал жеңіске жетіп, матч 3-1 есебімен аяқталды. Бұл жарақат салдарынан Салах бір айға жуық уақыт бойы емделді және 2018 жылы өткен әлем чемпионатында өзінің ұлттық құрамасына жөндеп көмектесе алмады. Күні бүгінге дейін көптеген жанкүйерлер сол кезде Рамос Ливерпульді басты көздерінен айыру үшін құйтырқы әрекетке барып, Салахты әдейілеп тұрып құлатты деп есептейді. Сол оқиғадан қаншама уақыт өте Ливерпульдің бұрынғы бас жаттықтырушысы Юрген Клоп бұл жайындағы пікірін ашықша мәлімдеген болатын. Рамостың Салахты құлатқаны дейсіздер ме? Біз барлығымыз сол кезде Рамостың сол әрекетті рахаттанып тұрып жасағанын білеміз. Мен ешқашан Рамостың менталитетін түсінген емеспін. Менде ол секілді дөрекі ойыншылар көп болған емес. Болған жағдайда мен олардың командамнан тезірек кеткенін қалайтынмын. Қадірменділер, бірер секунд уақыттарыңызды бөлуге тура келіп тұр. Бақандай 70% көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Сондықтан егер әлі тіркелмеген болсаңыздар, арнамызға жазылып қоюларыңызды сұраймын. Сіздер үшін видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қою бұл ештеңеге тұрғысыз бірнеше секундтық шаруа. Ал біз үшін бұл сіздердің тараптарыңыздан үлкен шабыт болып табылады. Сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар дегім келеді. Ендеше жалғастырайын. Асенсио. Испаниялық жартылай шабуылшы Марко Асенсио Мадридтік Реалдан орасан зор үміт күтіп, жоғары бағалаған ойыншыларының бірі болған еді. Әсіресе аталған ойыншының 2017-18 жылғы маусымда керемет қарқында бастағаны Реал жанкүйерлерінің есінде қалды. Ол Испания суперкубогы аясында Барселона қақпасына 2 керемет гол соққан болатын. Өкініштісі бір ғана жарақат Асенсионың Реалдағы мансабын тасталқан қалды. 2019 жылдың жаз айында ешқандай маңызы жоқ Арсеналмен болған жолдастық матчта Марко Асенсио жоқ жерден сол жақ тізесінен ауыр жарақат алды. Футболшыда тізесінің алдыңғы крест тәрізді байламының үзілуі анықталды. Міне дәл осы жарақат талай футболшыларды мансаптарын тас-талқан еткен болатын. Және өкінішке орай Асенсионың жағдайында да тура солай болды. Асенсио бұл жарақаттан 1 жыл уақыт бойы емделді. Бұл жарақаттан соң бұрынғы жалындаған Асенсионы көре алмадық.
және әрі қарай оның бұрынғы бабына оралуы мүмкін болмады. Ақыры ештеңе шықпағаннан соң 2023 жылы Марко Асенсио Реалдың сапынан еркін агент ретінде су тегінге кетіп тынды. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Ван Дейк. Нидерландиялық тасқамал орталық қорғаушы 2018-19 жылғы маусымда тамаша өткізіп шығып, тіпті алтын доп жүлдесін жеңіп алуға өте жақын болған еді. Ливерпуль үшін таптырмас ойыншы болып табылатын Ван Дейк бұдан кейінгі келесі маусымда өте ауыр жарақат алып қалды. 2020 жылдан қазан айында АПЛ матчы қарсаңында Ливерпуль мен Эвертон командалары жолыққан болатын. Және ойын сәттерінің бірінде Ван Дейк ағылшындық қақпашы Джордан Пикфордпен қақтығысып, тізесінен аса ауыр жарақат алды. Нәтижесінде нидерландиялық ойыншының оң жақ тізесінің крест тәрізді байламының үзілгендігі анықталды. Сол маусымның қорытындысы бойынша Ливерпуль АПЛ-дан турнирлік кестесінде бірінші орындағы Манчестер Ситиден бақандай 17 ұпайға қалып, үшінші орында қанағат тұтты. Міне, осыдан ақ Ван Дейктің Ливерпуль үшін қаншалықты маңызды екендігі анық белгілі шығар. Бұл ауыр жарақаттан соң Вирджил Ван Дейк араға 9 ай уақытты салып футболға қайтып оралды. Нойер. 2017 жылы Чемпиондар Лигасының 4-1 финалдық кезеңінде Реал өз алаңында Баварияны қабылдады. Дәл осы матч сәтінде әйгілі неміс қақпашысы Мануэль Нойер аяғын сындырып алып, ауыр жараланды. Ойынның негізгі уақытында жеңімпаз анықталмай қойып, матч қосымша экстра таймдарға дейін созылған болатын. Нәтижесінде мадридтіктер 4-2 есебімен жеңіске жетіп, келесі кезеңге жолдама алды. Бұл матчтың 109 минутында, яғни Реал өзінің үшінші голын соққан кезде Нойердің аяғы сынып кеткен екен. Тәжірибелі қақпашы аяғы сынып кетсе де, 120 минутқа дейін матчта толықтай өткізіп шыққан. Кейіннен медициналық тексерістер нәтижесінде неміс қақпашысынан сол жақ табан сүйегінің сынып кеткендігі анықталды. Бұл жарақат Нойерді ұзақ уақыт бойы қатты мазалады. Енді аяға бергенінде 2017 жылдың қыркүйегінде Нойердің бұл жарақаты қайталанып, қақпашыға ота жасалынды. Табан сүйегінің сынуы салдарынан Нойер жалпы 331 күнді футболсыз өткізіп, емделуге мәжбүр болған. Месси. Әлемге әйгілі Лионель Мессидің мансабының бастапқы бөлігі жарақатқа байланысты қиынға соқты. Жалпы Лео Месси басқа ойыншылармен салыстырар болсақ, өзінің барлық мансабы бойы асағатты көп жарақаттарды ала қоймаған. Десе де Месси бар болғаны 19 жаста болғанында аяғын сындырып алып, ұзақ уақыт бойы емделуге мәжбүр болды. 2006 жылдың күзінде Барселона мен Сарагоса командалары арасындағы матч сәттерінің бірінде қарсылас ойыншысы Мессидің аяғын таптап басып кетіп, нәтижесінде Леоның сол жақ табан сүйегі сынып кетеді. Ол жарақат салдарынан Барсаның болашақ жарқын жұлдызы бақандай 3 айға жуық уақыт бойы емделуге мәжбүр болған. Мессиге қатысты көбісі біле бермейтін мәліметпен бөлісе кетейін. Аргентина жұлдызы өміріндегі ең ауыр жарақатты өзінің кішкентай бала кезінде алғанын естігенсіздер ме? Ол оқиға былай болған. Соны 2001 жылы Барселона академиясына енді ғана келген бала Месси өзінің жастар командасы сапындағы ең алғашқы матчтарының бірінде сол жақ аяғының асықты жілік шыбығын сындырып алады. Бұдан соң Мессидің әке-шешесі Аргентинаға қайту жағын қарастырған екен. Міне, осылайша бұл жарақат салдарынан Лео бар болғаны 13 жасында футболдық мансабын бастамай жатып, аяқтай салуға жақын болған. Алайда қуанышқа орай бала болса да Месси оңайшылықпен беріле салмай, жарақатынан толықтай емделіп шығып, профессионалды футболға сенімді қадамдар жасап, бүгінгі күнде біз танитын өзге ғаламшарлық деңгейдегі жұлдызға айнала білді. Роналду. 2014 жылдың мамыр айында Испания чемпионаты аясында мадридтік Реал сырт алаңда Вальядолидпен жолыққан болатын. Соншалықты ешқандай маңыздылығы жоқ бұл матчта Криштиану мансабын түбегейлі өзгертіп жіберетіндей ауыр жарақат алып қалады деп ешкім ойламаған болса керек. Ойын сәттерінің бірінде португалдық жұлдызды шабуылшы допты алып, қарсылас ойыншысын алдап өтемін дегенде тізесінен өте ауыр жарақат алып қалады. Бұдан соң әрине ойында әрі қарай жалғастыра алмайтын болғаннан соң Роналду алаңнан кетіп басқа ойыншыға алмастырылды.
Өзінің барлық мансабы бойы Роналдудың қаншама жарақаттарды алғандығын білеміз. Алайда дәл осы біз айтып отырған жарақат Роналдуға өте үлкен мәселе алып келді. Түсіндіре кетсем, дәрігерлер Роналдуға тізе тендинозы деген диагноз қойды. Өкініштісі, бұл жарақаттан кейін біз бұрынғы шапшаң әрі жылдам Роналдуды көре алмадық. Бұны Криштианудың жанкүйерлері өте жақсы біледі. Роналду бұған дейін дриблингтерді көп жасап, айып соққыларынан жойқын соққылар бағыттап, голдарды көп соғатын. Вальядолидпен болған матчтағы жарақаттан соң дәрігерлер Криштиануға 2014 жылғы әлем чемпионатына қатыспай, ұзақ уақыт бойы емделген дұрыс болатынын жеткізген. Алайда Роналдудың жеке өзі дәрігерлер кеңесінен бас тартып, ойнай беруді тоқтаусыз жалғастыра беруді жөн санады. Әлем чемпионатында бәрібірде Португалия сәтсіздікке ұшырап, тіпті топтан да шыға алмай қалды. Есесіне Криш тізе жарақатын одан бетер асқындырып алды. Келесі маусымдарда Криш өзінің ойын стилін түбегейлі өзгертті. Ол бұрындары алаңның кез келген жерінде допты өзіне алып жүгіре беретін. Ал жарақаттан кейінгі Роналду бұрынғыша дриблингтер жасап, алыстан көбірек соққы бағыттауын тоқтатып, таза шабуылшыға тән ойын стиліне ауысты. Ойын стилі өзгерген Роналду қарсылас қақпасының алдында көбірек уақыт өткізетін болғандықтан, бұрыннан қарағанда голдарда көбірек соға бастады. Алайда өкініштісі, бұл жарақат топты қабылдап алып, монстр секілді алға жүйткіп, өзінің жойқын соққыларымен кез келген қарсыластың зәресін алатын бұрынғы Роналдуды жойып жіберді десек те болады. Неймар. 2014 жылы өткен әлем чемпионатында Неймар алған аса ауыр жарақаты салдарынан мүгедек болып қала жаздағанын білесіздер ме? Бұл оқиға Мундиалдан 4-1 финалдық кезеңі қарсаңындағы Бразилия мен Колумбия құрамалары арасындағы матч сәтінде орын алды. Ойын сәттерінің бірінде допқа ұмтылған Неймарды қарсылас Колумбия ойыншысы Хуан Сунига дәл арқасынан соққы жасап сұлатып құлатады. Жұлдызды ойыншы қатты ауыр сынғаннан жерде құлап жатып көзіне жас алды және оны шынымен де ауыр жарақат алғандығы бірден байқалды. Кейіннен белгілі болғандай, дәрігерлер анықтамасы бойынша, егер де Неймардың омыртқасына бағытталған соққы 2 сантиметрге төменірек тигенде, шабуылшы тіптен мүгедек болып қалуда мүмкін болған. Бұл менің мансабымдағы ең жаман сәттердің бірі. Сол жарақаттан соң аяғымда қозғалта алмай жатқаным әлі есімде. Тоқтаусыз жыладым. Мені тексерген дәрігер маған қарап, 2 жаңалық бар. Оның бірі жақсы, ал біреуі жаман деп айтты. Мен жаманнан бастауын сұрадым. Сонда ол, енді сен бұл әлем чемпионатында ойнай алмайсың деп айтты. Сонда мен бұдан жақсы не нәрсе бар болуы мүмкін дегенімде ол, егер де саған жұмсалған соққы 2 сантиметрге басқаша тигенде, сен ендігі жүре алмай қалатын едің деп жауап берді. Неймардың жарақат алуына себепші болған Колумбия ойыншысы бәлеге қалды. Ойын аяқтала салысымен Бразилия құрамасының жанкүйерлері оған қатты ашуланып қарғап сілеп, оны елден қуып жіберуді талап етті. Тіпті кейбір жанкүйерлер арасына оны өлтіремін дегендер де болды. Неймар бұл жарақаттың салдарынан әлем чемпионатын ерте аяқтады. Келесі матчтан-ақ Неймарсыз қалған бразилиялықтар Германиядан 1-7 есебімен жермен-жексен болып ұтылып, масқара болды. Ал Неймардың өзі болса сол омыртқасынан алған жарақаттан ұзақ емделіп, тек 2 айға жуық уақыттан кейін барып футболға қайтып оралды. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.